Сәлем достар, қалдарың қалай? Кешкі сағат 3:30 4-терде далаға шығып, мына көмірді кіргізе салайын дедім. Бала-шағаның барлығы ұйықтап жатыр. Соны пайдаланып, жұмысымды істеп аламын. Бұл жолы осылай көмірлер сала салайын дедім. Ірілерді жаңа осылай ұрып майдалап лақтыра бастадым. Достар, подписка батырмасын басып, каналға тіркеліп отырыңыздар. Ал мен тірлігімді ары қарай жалғастыра берейін. Күйеуім жұмыста болғандықтан қолы тимейді. Арасынан осындай майдалары шығыпты. Майдасымен ірісін араластырып, шелекке салып, дайындап қойдым. Үйге алып барамын. Алдыңғыда түсіргенде де осылай ірілері көп болған. Осы жолы да ірілері көп, жақсы көмір түсіріпті. Биылға 4-ші тонна екен. Айттым ба, айтпадым ба, ұмытып қалдым ғой. Осымен енді қыстан шығатын шығармыз. Азайған сайын алыстай береді, кішкене қиындау болады, осылай алыстап кетеді. Достар, ал сіздер қысы бойына қанша тонна жаңағы көмір жағасыздар? Біз 5, аз дегенде 4 тонна жағады екенбіз, көп дегенде 5-6 тонна кетіп қалады. Осылай үстіп тез болғанда 1,5 сағаттай жинадым. Сол 1,5 сағатты мен 2,5 минутқа қысқарттым. Отырып демалғаным бар арасында. 1,5 сағат нормально деп ойлаймын. Ұйқыдан тұрып қызым жылап қалған жоқ бекен деп арасында үйге барып қызымды көріп келдім. Осылай мінекей бәрін жинастырып қойдым. Ол да бір біткен жұмыс болды. Сағат 4:40 болған екен. Осылай жаңағы ешкі қойларды шығарып, жемдерін салып қойдым. Қораға шөптерін апарып дайындап қойдым, кіргізіп. Бір шелек көмірімді көтеріп үйге кірдім. Сау болыңыздар.